Сәлем достар, бүгін сіздермен небәрі 10 минутта осындай торт жасайтын боламыз. Өте нәзік әрі дәмді болып шығады, міндетті түрде осы рецептпен қайталап жасап көріңіздер. Менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрамына келетін болсақ, бізге осындай үгітілмелі печенье, сүт және қойылтылған сүт керек болады. Печеньемізді сүтіміздің ішіне шамамен 5 секундтай саламыз. Сол кезде печеньеміз кішкене жұмсара бастайды. Торттың көлемін үлкейту және кішірейту өзіңізге байланысты. Әрі қаратай дәл солай қайталай береміз. Қойылтылған сүтіміздің үстін кішкене пышақпен кесіп аламыз және жағып шығамыз. Бұнда кез келген крем пайдалануға болады, мысалы қаймақты кремді де қолдануға болады. Үстін сәндеу өзіңіздің фантазияңызға байланысты, мен осындай какаоны септім. Сонымен біздің тортымыз дайын. Торт жасауға ерініп, бірақ та жегіңіз келіп тұрса, міндетті түрде осы рецептпен қайталап дайындап көріңіздер.